Достар, бүгін біздің әкелер мен балаларға арналған лагеріміздің екінші күні. Бүгінгі біздің таңымыз балаларға жаттығу жасаумен және де әкелер мен балалардың таңғасымен басталды. Ал енді біздің алғашқы тапсырмамыз ағаштан бұйым жасау болмақ. Ендеше кеттік. Бұл жерде біздің әкелеріміз балаларына ағаш аралаудың қыр-сырларын үйретіп жатыр. Және де арғы жақта әкелеріміз ағашты ойып, бұлардан бұйым жасауға дайындалып жатыр. Кеттік. Давайте. Бұл жерде әкелеріміз ағашқа ою салудың түрлерін көрсетіп жатыр. Араларында шебер әкелеріміз бар екен. Басқа әкелерге және балаларға үлгі болып, дәл осы нәрсені қалай жасау керектігін үйретуде. Достар, ендеше бұл жерде әкелеріміз бұйым жасап жатыр екен. Қандай бұйым жасап жатырғандығын бірге сұрайық. Сәлеметсіздер ме? Ағай, қандай бұйым жасап жатырсыздар? Біткесін айтамыз, біткесін. Құпия. Қолыңдағы құралдарыңмен таныссың ба? Иә, таныстым. Қандай құралдар? Мынау балға, нелер шегелерді, нелер қауға. Мынау ара ағаштарды, соларды кешуге. Жұмыла көтерген жүк жеңіл деген мақал дәл осы жерде өз орнын тапқан секілді. Менің атым Қыдырбайұлы Біржан, Құрманғазы ауданынан келіп тұрмыз. Енді мына өнерімді көрсетсем, бұл шыны бетіне гравюра. Шыны бетіне шлип машинка, мини машинка арқылы, бұрғылау несеу арқылы, әйнектің бетін жыру арқылы осындай әдемі көріністі бейнелері жасай аламыз. Ол үшін суреттерді қолмен де салуға болады, немесе осылай дайын компьютерден графикалық суреттерді шығару арқылы әйнектің бетіне осылай несейміз. Ол үшін, мысалы, мен мынандай орыс стекло алып келдім, әйнек балаларға қауіпті болар деп, қолдарын кесіп алар деп. Осы мына орыс стеклоны аламыз. Осы мына дайын суретті алатын болсақ, одан кейін мына көшірме қағаз деген бар ғой міне. Көшірме қағазбен, көшірме қағаз алуға, немесе бірден мына негеде салып та салуға бірден. Осы мынаны электр қуатына қосу арқылы осы мына суреттің контурымен несе отырамыз. Мына әйнектің бетін жырып, мынаумен көшіріп отырамыз. Сонда мынандай туын шығады. Ал мына әйнектің бетіне өзіне алатын болсақ, онда бізге көрінбейді сурет. Ал оның астында біз қандай фон көрсететін болсақ, онда мына әдемі сурет көрінеді әйнектің бетіне. Түсіндіңдер ме? Баршаңызға рахмет. Қарып тамашалауға болады. Емес қазір электр желісі болатын болса, мынардан көрсетуге болады. Токпен. Балдар жұмыс жасап барасын, Негізі тоқ керек болса, менде ағашқа күйдіріп сурет болады. Ағашқа күйдіріп болады. Ағашқа керек болатын болса, көшірме қағаз бар міне. Әмес, мыналарды міне. Бүгінгі біздің қатысушыларымыздың қандай бұйым жасаған білер болсақ, есімдеріңіз және де қандай бұйым жасадыңыздар? Мен есім Даниярұлы Мұхамедер, Махат ауданынан келіп тұрмын. Біз бүгін сиыр салушыларға стол жасаған болатынбыз. Мынау киіз үйдің керек емес ұлықтарынан кесіп жасадық. Мынау керек емес арқан, мынау тобық, соған нелер жасап, керек емес заттардан жасап стол жасаған болатынбыз. Менің атым Келесбек Назар Асқарұлы. Сиыр салуға отырғыз. Бауымен киіз үйдің
Zaптарынан істедік, керек емес. Сосын сіздер айтып жіберіңіздер. Келесі қатысушыларымыздың жасаған бұйымдарымен таныс болсақ. Саламатсыздар ма, құрметті қайырлы күн баршаңызға, құрметті қатысушылар. Біз енді мына қолымыздағы бар құрал сайманға байланысты, қолымыздағы бар материалдарға байланысты мына бір астауша жасадық. Бұл астаушамен малға жем беруге де болады, шағын ұсақ уақ жандыққа гүл егіп қоюға да болады, және құрал саймандарды салып жинақтап қоюға да болады. Енді бұны біздер жобасын көрсетіп отырдық. Барлығын балалар жасады. Балалардың жасағаны көрініп тұрған шығар. Енді біз ересектер үлкендер жасасақ әдемілеп жасаймыз ғой. Сосын енді материалдар кішкене қалыңдау болып кетті. Бар қолымызда тапқан құрал жабдықпен, материалмен, құрал сайманмен жасадық енді. Біз енді Атырау облысы Қызылқоғадан, Сағыздан келдік. Қызылқоғадан келдік. Сағыз орта мектебі. Аслан Жалғасбаев дейтін жігітпен. Жақсы әке балаға 40 жыл азық демекші. Әкесі мен баласының жасаған келесі туындысымен таныс болайық. Сәлеметсіздер ме? Біз Қызылқоға ауданы Мұқыр ауылындағы нөмір 2 орта мектептен келдік. Мен өзім атым Бердіқан Наурызұлы, балам Наурыз Қайсар. Біздер күнделік шаруашылыққа қолайлы сандал жасадық. Яғни қолдағы бар материалдар, енді материалдар жетіспеді, соған барынша үнемдеп жасап шықтық. Бұл дөңбек ағаштың үстіне резенкені шегелеп, осының үстіне қойып, қойдың қабырғаларын, тағы да басқа сүйектерін шауып, құрдаққа, тағы басқаларға былай шауып, ұсақтап, қуырдақ жасауға дайын. Әбден жұмыс аяқталғаннан кейін, мына резенкінің үстін сумен шайып жіберіп, осы мына жерінде тұтқасы бар, тұтқасынан алып барып, кез келген жерге қоя қойып, үстіне балтасын қоя қоюға ыңғайлы құрал. Рахмет, назар салып тыңдағандарыңызға. Қайырлы күн. Біздер баламыз екеуміз Құрманғазы ауданынан келдік. Осы әкелер мектебі ұрпағыңмен мың жаса жобасы аясында бүгін керемет жұмыстар өтіп, әріптестерім керемет жұмыстар танысып жатыр. Біздер мынандай әйнекке жаңа әріптестерім жасады, әйнекке гравюра қасқырдың суретін салды. Әдемі шықты. Осында біздер жаңаға осы ұжымға, осы мекемеге тапсырып кеткіміз келіп тұр, естелік ретінде. Рахмет баршаңызға да. Мекемеге осы жаңа жасаған бұйымызды естелік ретінде сыйлыққа тапсырып кетеміз. Мен де бүгін сыйсыз қалмадым. Құрманғазы ауданынан келген әкелеріміздің арқасында мен де дәл осындай сыйлықтың иегері болдым. Ұстазы мықтының ұстанымы мықты демекші, әкелеріміз өздерінің білгендерімен бөлісті, және соның арқасында мен де әйнекке гравюра салуды үйрендім. Бұл жерде ағашқа ою салу процесі жүріп жатыр. Ал осы процестің иегерінен сұхбат алып жіберсек. Мен Атырау қаласы Ақсай 2 ауылы 51-ші мектептен келіп тұрмын. Баламмен екеуміз осы ұрпағыңмен мың жаса лагеріне. Мынау енді балам екеуміздің жасаған бұйымымыз. Жаңағы скамейка, отырғыш, әке көрген оқ жонар, шеше көрген томшер деген осы әкесінен үйренген бұйым. Ағаштарды кесіп, ағашты күйдіріп, атын жазып, еңбекке баулу мақсатымыз. Менің аты жөнім Бернияз Байбек Әбілбайұлы, ұлым Сағдат Айбекұлы. Менің аты жөнім Бердіқан Наурызұлы, Қызылқоға ауданынан келдім. Қазір сіздерге күнделікті өмірде өте кең қолданылатын төрім арқан өруді көрсетіп жіберемін. Ол үшін бұлай 4 тін жіп алдым, шпагат жіп, ауылымызда көп кездесетін. Жіпті бір-бірімен шатасып кетпеу үшін жинақтап қою әдісі бар. Ол үшін мына бір жағынан аламыз да жайлап дөңгелектейміз. Содан кейін екінші ұшыменен оның белінен айналдырып түйіп қоямыз. Сонда жібіміз шатаспай көтер. Ретімен келе береді. Так, 4 тінді аламыз да, сосын ерсілі-қарсылы, накрестик дейді ғой, ерсілі-қарсылы жай өре береміз. Бұған енді қолдың ептілігі керек. Мен мұна сіздерге де көрсету болғасын жіңішке түрінде алдым. Бұны жуан қылыпта 8 өрім түрінде де, 3 өрім түрінде де көрсете беруге болады. Міне, бұлай шыға береді.
Үстіп арқан болады. Бұдан ұзын арқан болып шығады, және бұны кез келген мақсатта пайдалануға болады. Жылқыға бұғалық, немесе жаңағы сиырға басшып, ноқта, кез келген киіз үйге арқан есебінде пайдалануға болады. Міне осылай екі жіпті бір-біріне қарама-қарсы бағытта ауыстырып отыру арқылы жылдам өріп шығуға болады. Сосын мына жаңа жібіміз шатаспайды. Жайлап тартқанда ішіне өзі шыға береді, былай болып. Технология. Міне жалпы арқан өру әдісі қысқаша айтқанда осы. Мен Исатай ауданынан келіп тұрмын. Мен өзім қол өнерімен айналысам, ағаш өңдеу. Мына жұмысымда бірінші карандашпен сызып алып, сызбасын. Сосын жаңағы қашаумен ойып өрнектеймін. Мына жерде екі түрі көрсетілген, жиектеу ойып, сосын жаңағы сандық бетіне салатын ою түрі. Жай ою, сосын күрделі ою екі түрін ойып көрсеттім. Енді екінші жұмысымда ағашты күйдіріп. Ассалаумағалейкум барша әкелер, біздер Исатай ауданынан келген әкелер құрамы. Бүгінгі осы қол өнері сайысында Абай ағамыздың шеберлігінен туындыстан шыққан осы қазір жүріп жатқан жұмыс процесінде ағашқа ою өрнек салу құралдарымен, сосын мынадай ағашқа мынадай суреттерді бейнелеп алады карандаш арқылы. Сосын осындай жұмыстарды ағаш бетіне түсіріп, мына жерде күйдіретін құрал бар, мына жерде екінші жігіттер пайдаланып жатыр. Сол құралды пайдаланып отырып, осындай суреттерді алаш зиялылары бар, неше түрлі қазақтың даналарының осындай суретке ит бар, неше түрлі жанрдағы суреттерді түсіру жұмыстары жүріп жатыр. Шәкәрім атамыз бар мына жерде. Бұл енді банағы бейнелеп бастап суретін салып қойды, әлі біткен жоқ. Бастыру қалды. Иә, бастыру қалды. Мынау енді ілиясжан сүгіров бәрі аталарымыз осындай жұмыс жүріп жатыр. Барша әкелерге сәттілік, жақсы шара болып жатыр. Рахмет баршасына. Жаңа әкелеріміз өздерінің жасап жатырған бұйымдарының құпия екенін айтқан болатын. Ал енді дәл осы сырдың артында қандай бұйым жатырғандығын бірге тамашалайық. Мен өзім Атырау облысы Ракуша мектебі, Өтемес мектебінің атынан келіп отыр. Балаларымызға осындай бұйым жасап, көрсетіп, гүл салатын астау жасап, Жылой ауданымен бірігіп жасаған ісіміз. Алдымен бұл жерде ағаш алып алдық, томарды. Алып, мынау жеміс талдың томары, бұл қашауға жеңіл болғасын, жұмсақ болғасын. Сосын осыны қашап ішін ойдық. Сосын ішін ойғаннан кейін, мына басқа ағаштан астына не жасадық? Аяқ жасадық. Сосын енді бұның ішіне аунап кетпеу үшін, сосын бұның ішіне манағы тамыры аласа гүлдерді отырғызуға болады. Бұл астында ылғалдылығын өзі сақтап тұрады, гүлдің өсуіне де. Және сән беріп тұрады осындай парктерге, манағы арбаттарға қоюға, аулаға. Осы балдарға осындай дүниелерді, манағыдай, осындай ағаштардан жасап, неше түрлі бұйымдар жасап көрсетуді үйреткен. Ал мана ағаларым айтып отқанда біздер бірігіп жасаған, бұл балдарға үйретерміз. Әр қалдық ағаш болса да әр заттан осындай бұйымдар жасауға болады. Лақтырып тастамай, любой затты пайдалануға болады. Жалпы қалдықты біздер отынға неге жақпай-ақ, былай да любой неге пайдалануға болады. Мұның мағынасы, былай қараңызда, балдарға әр заттың өзінің маңыздылығы бар, несі бар екен, керек екен білдіру үшін жасалған зат. Өзім Жылой ауданы Құлсары қаласынан номері 9 мектептің әкесімін. Атым Оразбаев Жұмахмет Наурызбайұлы, баламның аты Наурызбай Айжаз. Бұл жерде солар балдарымыз кішкене еңбекке баулық деген мақсатта келіп, осы жерде 2 күндік лагерімізге осындай әртүрлі бұйымдар жасап көрсетіп жатырмыз. Ұрпағыңмен мың жаса бағдарламасы бойынша біз Исатай ауданы гимназия мектебінен келіп тұрық. Ұлым Қуаныш Асқат. Бүгінгі күні Құрманғазы ауданынан келген Біржан бауырымыздың туындысымен, сол кісінің қол өнерімен шыны бетіне гравюра ойып жазу құралымен баламның өзінің салған көшірмесі. Ағасының көшірмесі, әкесінің. Айнаға, қалай? Стеклоға.
Мына шыныға аттың суретін бейнеледім және мінерге өз атымды сызып жаздым. Қолтаң бар еді. Қолтаң бар еді. Мына қыдыл қалып қой. Осы бағдарламаны бастап атқан Шотан мырзаға рахмет, барша ұйымдастырушыларға көп рахметімізді айтамыз осы жерден. Исатай ауданы, Құрманғазы ауданы аттарынан көп рахмет. Түскі асқа келдік, қонақтарымыз бұйырса осынdan марапаттап аяқтайтын боламыз шарамызды бұйырса. Бұл Күйзейлік Қызылқоға ауданы және Атырау қаласынан келген әкелер мен ұлдар. Исатай, Индер, Жылой, Қазір бізде лагерь қатысушыларында түскі ас ішу уақыты болмақ, және де дәл осы түскі аспен бірге 2 күндік лагеріміздің қорытындылау сәті болмақ. Жарысқа, осы сайысқа қатысқан әкелерге және де балаларға өздеріндік дипломдарымен бірге өзіндік сыйлықтары табысталатын болады. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Екі күндік лагерде бәрі жақсы қызық болды. Үйренгенім малды қалай қақуды, стол қалай жасауды, солардың бәрін үйрендім. Мал союды. Қайырлы күн, ардақты әкелер, ұлдар және қадірменді қонақтар. Облысымызда тұңғыш рет өтіп отырған әке мектебі дәстүр мен еңбек 2 күндік лагері өз мәресіне жетті. Ал әкелер мен ұлдар, көңіл күйлеріңіз қалай? Ұранымызды ұмытпадық ба? Қаны бір қайталап көрейік. Мықты әке, мықты отбасы, мықты ұлт. Енді сіздер? Тағына бірлет. Мықты әке, мықты отбасы, мықты ұлт. Жарайсыздар, керемет. Өздеріңізге тағы да бір мәрте қол соғып қошемет білдіріп қойыңыздар. Ендеше марапаттау сәтіне кезек берейік. Ортаға сөз Атырау облысы білім беру басқармасының бас маманы Сапаров Қадыржан Асқатұлына жолданады. Қол соғып қошемет білдіріп қойық. Тағы да қайырлы күн баршаңызға. Бүгін енді осы әке мектебі дәстүр мен еңбек іс-шарасы осымен аяқталып жатыр. Барлықтарыңызға уақыт бөліп, алтын уақыттарыңызды балаларға арнағандарыңыз үшін үлкен білім беру басқармасының басшысы Марат Әлменұлының атынан ризашылығымызды білдіреміз. Енді осы еңбек деген ол өте үлкен мектеп, әке мен баланың арасындағы осы бүгінгі лагерь жауапкершіліктің, жақсы бір жақындастықтың үлгісін көрсете білдіңіздер деп есептеймін. Осымен ұрпағымен мың жаса жобасының алғашқы шарасына қатысып келгендеріңіз үшін рахмет. Бұл жобаны кеше айтқанымдай, одан әрмен өзінің атауын кеңінен насихаттау сіздерге табыстаймыз. Ары қарай өздеріңіздің аудандарыңызға, қалаларыңызға, мектептеріңізге осы жобаны жалғастырып, ұрпағымен мың жаса деп сіздер де шаралар өткізулеріңізге тілектеспіз. Тек қана ұлдарға тілерім жақсы білім алып, озат болып, еліміздің ертеңгі жаңағы тұғырын ұстайтын азамат болыңыздар. Ал әкелер, сіздердің ұлдарыңыз, сіздердің сенімдеріңізді ақтайтын патриот, ұлтжанды, еңбекқор елдің ертеңі болсын дегім келеді. Рахмет. Амандықта көріскенше тағы да сәттілік. Көп рахмет. Осы жобаны кеңінен насихаттауды әрине өздеріңізге табыстадық. Барлық әлеуметтік желі мессенджерінде белгілеп, таратып, кеңінен насихаттауды сіздерге тапсырамыз. Солай болса, шарамызға қатысқан барлық әкелер мен ұлдарымызға ризашылық білдіре отырып, арнайы марапаттау сәті, алғыс хаттар мен барлық қатысушы әкелерге сыйлыққа мангал және ұлдарға жігіттің сұлтаны бол кітабы тарту етілетін болады. Олай болса, ортаға әкесі мен ұлын шақырайық. Мақат ауданынан келіп отырған Ерғалиев Асылбек Уалиханович, ұлы Асылбек Нұрасыл. Қошеметпен ортаға шақырамыз, арнайы алғыс хатымызбен.
және бағалы сыйлықтарымызбен. Қошемет таямаймыз. Келесі алғыс хатымы және дәл осындай бағалы сыйлығымызбенен Бернияз Айбек және ұлы Әбілбай Сағадат. Құрмет қошеметтеріңізбенен. Бәрекелді. Шын жүректен құттықтаймыз. Келесі алғыс хатпенен Супығалиев Темірғали, ұлы Темірғалиұлы Нұр Ислам. Қол соғып қошемет білдіріп қоямыз. Кәнеке қаттырақ әкелер, азаматтар, ел ағалары. Бір-бірімізге деген қошемет ыстығылығымызды аямайық. Атырау қаласының қатысушылары, Атырау қаласының тұрғындары, шын жүректен құттықтаймыз. Келесі алғыс хатпен Жылой ауданынан келген құрметті қонақтарымыз Махамбетов Саламат Шопанұлы және ұлы Шопан Сағадат Саламат ұлы. Қол соғып қошемет білдіріп қояйық. Жылой ауданы. Келесі алғыс хатқа кезек бере береміз ба? Келесі алғыс хат дәл солай Жылой ауданынан келіп отырған Оразбаев Жұмахмет Наурызбаевич. Ұлы Наурызбай Айжас Жұмахмет ұлы. Қол соғып қошемет білдіріп қояйық. Жылой ауданынан келіп жатырған. Бәрекелді, шын жүректен құттықтаймыз. Келесі алғыс хатпен Индер ауданы Жанғалиев Айдос Борисович және ұлы Борисов Дарын Айдосович. Қол соғып қошемет білдіріп қояйық. Арна сисепаттарымыз және ең бағалы ол әрине жігіттің сұлтаны бол атты кітабы. Осы кітапты сіздерге тарту етеміз және ұлдарымызға аманат дәл осы кітапты оқып шығуды нәсіп етсін. Келесі алғыс хатпен Индер ауданы Халилов Нұрлыбек Талантович және ұлы Нұрлыбек ұлы Тимурлан. Дұрыс қоя, қол соғып қошемет білдіріп қояйық. Индер ауданынан келіп жатырғанымыз қонақтарымыз. Исатай ауданы Қуанышев Әсет Қуанышевич, ұлы Қуаныш Әсет Асхат Әсетұлы. Қол соғып қошемет білдіріп қояйық. Исатай ауданы. Яғни қаттырақ ағалар естілмей жатыр, қошеметтеріңіз қайда? Басындағыдай болсын да. Бір-бірімізге қошеметімізді аямай отырайық. Музыканың дауыс естілмесе де бір-бірімізге шапалақ қошеметті аямай отырайық. Және де тағда Исатайдан келген Хидулин Абай Салықович, ұлы Салық Нұрсұлтан Абай ұлы. Қол соғып қошемет білдіріп қоямыз. Исатайлықтар, жарайсыздар. Келесіне өте берейік. Тағда Исатайдан келіп жатырған әкесімен ұлы Қуанышбеков Айсабек Сейдханович және ұлы Сейдхан Әмірхан Айсабек ұлы. Қол соғып қошемет білдіріп қоямыз. Бәрекелді, Исатайдан әрмен қарай Құрманғазыға өтеміз. Құрманғазы ауданын келіп жатырған Шамашев Біржан Қадырбаевич, ұлы Қадырбай Әли Біржанұлы. Қол соғып қошемет білдіріп қояйық.
Құрманғазыдан келіп отырған қатысушыларымызға шын жүректен құттықтаймыз. Дәл осындай алғыс хат Құрманғазы ауданынан келіп отырған Сапуов Төлеген ұлы Алтай Қолқанат. Келесі Құрманғазы ауданы Қуанышбаев Нұрғиса ұлы Елеусін Ерасыл. Шын жүректен құттықтаймыз. Келесі Қызылқоға ауданынан келіп жатырған қонақтарымыз Сұлтанов Еркін Қадырбекович және ұлы Қадырбек Дінмұхаммед Еркін ұлы. Қол соғып қошемет білдіріп қоямыз. Қызылқоға. Дәл осындай алғыс хатпен Қызылқоға ауданы Боқбаев Бердіхан Наурызбек және ұлы Наурыз Қайсар Бердіханұлы. Келесі алғыс хатпен Қызылқоға ауданы Сағыз ауылында тұратын кісілер Аслан Жалғасбаев Дүйсенбердиевич және ұлы Дүйсенберді Ернар Асланұлы. Қол соғып қошемет білдіріп қояйық. Шын жүректен құттықтаймыз. Келесі Мақат ауданынан келіп отырған қатысушыларымыз Қартжанов Данияр Болатұлы, ұлы Данияр ұлы Мұхамедияр. Қол соғып қошемет білдіріп қояйық. Дәл осындай алғыс хатпенен тағы да бір Мақаттық қатысушылар Мақат ауданы Дүйсенов Асқар Кеңесович және ұлы Кеңес Бекназар Асқар ұлы. Қол соғып қошемет білдіріп қоямыз. Және Махамбет ауданы Жолдасқалиев Арман Мақсотұлы, ұлы Жолдасқалиев Мақсат Арманұлы. Махамбет ауданы. Қол соғып қошемет білдіріп қояйық. Тағы да қатарымыз толығып жатқан шығар, жаңа аттарын атаған кезде болмай қалған. Махамбетов Саламат Шопанұлы және ұлы Шопан Сағадат Саламатұлы. Қол соғып қошемет білдіріп қояйық.
Абаев Қаржау Сағынович және ұлы Сағынбай Әбдікәрім Қаржауұлы. Қол соғып қошемет білдіріп қояйық. Жылой ауданы. Ал қошеметті аямайық. Қаттырақ қол соғып қояйық. Инстаграмға сосын салармыз. Хидулин Абай Салықович және ұлы Салық Нұрсұлтан Абайұлы бар ма екен? Ал соңғы қатысушымыз қол соғып қошемет білдіріп қойып қаттырақ. Көп рахмет Қадыржан Асқатұлы, осымен марапаттау сәтті өз соңына жетті. Қадірменді әкелер мен ұлдар, 2 күн бойы сіздер еңбек арқылы тұрмыстық дағдыларды, ұлттық тәрбиені сіңіре отырып, өмірлік машықтарды қалыптастыра алды деген сенімдеміз. Қадірменді әкелер, әкенің қас қабағы, баланың бас сабағы деген сіздер өнегелестеріңізбен ұлдарымызға өмірлік сабақ сыйлай алдыңыздар. Біздің намысты да батыл ұлдарымыз. Сіздерге бала тәрбиесі бесіктен, еңбек тәрбиесі әкеден дегендей, әкеден үйренген тәлім тәрбиелеріңіз өмір жолдарыңызға бағдаршам болсын. Баршаңызға бізбен бірге болғандарыңыз үшін ризашылығымызды білдіреміз. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар, жортқанда жолдарыңыз болсын. Осымен біздің 2 күндік лагеріміз өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше аман, сау болыңыз.